Ассаламағалейкум, ардақты алаш жұрты, құрметті Қазақ Арманы партиясының қолдаушылары және ұлы көшкен мүдделі қауым. Сіздермен сөйлеспегелі біраз уақыт болды, жым-жырт кетті деп ойлап жатқан боларсыздар. Былай шығып сөйлемегенімізбен сол партияға қатысты жұмыстарымызды істеп жатырмыз. Соңғы мәремізге жетіп айтуға болады, Құдай бұйырса. Енді партия құру оңай емес, әрине. Құжаттарымызды дұрыстап, бәрін дайындадық. Алла қаласа, осы аптаның аяғына дейін біз Әділет министрлігіне құжат тапсыратын боламыз. Тіркелсе де, тіркелмесе де тапсырамыз. Өстіп 700 адамды жия салып, 10 адамды оған қоса салып, протоколын толтыра салып, апара салып, өткізе салса, елдің бәрі партияны шеттен тіркетіп алатын еді. Мысалы, ел тірегі партиясы Нұржан Әлтаев 25 рет тапсырыпты. Өткен жоқ партиясы. Кеше айтып жатыр, Байтақ партиясы, экологиялық партияның бір өкілі 17 рет өткізіп, 18 ретінде тіркелдік дейді. Біз енді бір жолда тіркеліп кеткенін қалаймыз. Құдай бұйырса, соған әрекет жасап жатырмыз. Бірақ мен ешкімге гарантия бере алмаймын. Кепілдік бере алмаймын, тіркеліп кетеді деп. Тіркелуі де мүмкін, тіркелмеуі де мүмкін. Үкіметке бұндай партия керек па, керек емес па, енді осы жолы оны белгілі болады. Әділет министрлігіне тіркетеміз, заң бойынша Әділет министрлігіне тапсырамыз құжатты, бірақ шешімді Әділет министрлігі қабылдамайды. Ол тек қана атқарушы билік. Шешімді көп органдар бірлесіп қабылдайды. Тексеретін болу керек. Ұлттық қауіпсіздік комитеті жағы, президенттің әкімшілігі бар. Мүмкін президенттің өзі шешім қабылдайтын шығар. Осылай көп жақтылы қабылданатын шешім бұл партия құру деген біздің елде. Мен солай ойлаймын, құрметті ағайындар. Сондықтан біз енді мүмкін осы өтінішіміз өтіп кетсе, ары қарай 3 айдың ішінде съезд ашып, партиямыз тіркеліп жатса, бәрібір біз мынау үлкен науқанға, сайлауға үлгіре алмаймыз. Ашық айтып қояйын. Үлгірген 2 партия сайлауға қатысқалы жатыр. Алда мәжіліс сайлауы, мәслихат сайлауы болады 19 наурызда. Соның қызу жұмыстары жүріліп жатыр. Кандидаттар ұсыну жүріп жатыр. Енді мен ойлана келе, осы сіздерге бүгін осы түн жамылып, осы үндеуді жолдауды тура көрдім. 30 жыл болды, бірде-бір депутат жоқ мәжілісте. Осы біраз күннен бері қарап отырмын, партиялардың атынан енді 7 партия болды ғой. Өзін-өзі сол партиялық тізімменен ұсынып жатқан жігіттер бар ма екен деп қарап отырмын, жоқ. Ешкімді естіген жоқпын. Мен енді ешқайсысы басқа партияға барып, қыдып барып, мен ол партиядан түспеймін, өз басым айтып қояйын. Бүгін бірінші болып халық партиясы съезді өткізіп, естідім, 30-дан артық кандидат ұсынар екен, 32 деді ма, 37 деді ма. Соған бірен саран қандастарымыз қосқан секілді. Әйтеу, көңіл жықпас. Ол 30-шы тізімде дейді. Оның өзі бір кісі дауыс беретін адам емес. Ертең атын естисіздер өздеріңіз. Міне сондай жағдай болып жатыр. Сондықтан өздеріңізде біліп отырған болуларыңыз керек. Бұл жолғы сайлау, мәслихат сайлауы, ол 1 мандатты округтен өтеді. Мәжіліс сайлауы, ол екі жүйемен, біреуі 1 мандатты жаңағы мажоритарлық жүйе, екіншісі партиялық жүйемен. Мен сіздерге қайырлайын деп отырмын, құрметті қандастар, құрметті ұлы көшкен мүдделі қауым. Ұсыныңыздар, өздеріңізді ұсыныңыздар, 1 мандатты округтар бойынша ұсыныңыздар. Сосын мәслихатқа да көптеп ұсыныңыздарды сайлауға қатынасыңыздар. Бұл жерде мен біліп отырмын, бір жағдай бар. Барлығы тартынып отыр. Өтпейміз деген бір не бар жағы. Бәрібір өткізбейді, ол санаулы деген сияқты. Бәрін бекітіп қойды деген. Ол да мүмкін солай шығар. Бірақ өтіп те қалуыңыз мүмкін ғой. Өтіп кетуіңіз де мүмкін ғой.
Өйткені қолдаушылар көп болып, көп дауыс беретін болса, бақылаушыларымыз отырса, сол дауысты тықақтап желкесінен санап отыратын болса, өтіп кетулеріңіз де мүмкін. Сондықтан мынау ұл көшкен мүдделі қауым тығыз қоныстанған өңірлерден түсіңіздер. Алматы облысынан, Шығыс Қазақстаннан, Жетісу облысынан, мына жақта Маңғыстау, мынау не жағы, Павлодар, Петропавл жағы, Солтүстік Қазақстан облысы мен Павлодар облысы. Ол жақта да ұл көшкен мүдделі қауым көп. Осы жерден сол ағайындар сіздерде түсіңіздер. Мен бір нәрсені түсініп отырмын. Иә, ақшасы бар, жағдайы жақсы жігіттер бар. Бірақ олар түспейді. Оларға бәрібір керек емес. Оларға керек емес. Ал бұл жерде бір жаңағы мәжіліс депутаттығына 1,50,000 теңге төленеді екен. Жаңағы мәслихат депутаттығына 500,000 теңге дей ме, сондай бір төлейтін ақшасы бар екен. Содан көп адамдар мынандай осындай саясат қуған, белсенді жұмыс істеген азаматтар бар. Олар түсінде ақшадан қиналып отырған болуы мүмкін. Сондықтан ағайындар ойласыңыздар. Көп түкірсе көл дейді ғой. Орталарыңыздан шығарып, бәйгеге тұлпарларыңызды қосыңыздар. Әрбір сайлау округынан қосыңыздар. Хабарласып, жаңағы сайлау комиссиясының жаңағы облыстарда өкілдіктері бар ғой. Соларға барып түсіңіздер. Мәслихатқа. Жаңағы облыстық мәслихатқа түсіңіздер. Жаңағы мәжілістің депутаттығына түсіңіздер. Бір мандатты жүйемен де, партиялық жүйемен де түсіп көріңіздер. Бірақ партиялық жүйеде мен білем өткізбейді ешкімді де. Өйткені ол жерде жаңағы халықтың таңдау құқығы жоқ. Партия өз шешеді іштен. Сондықтан осыған дейін бір қандасымызға бір орын бермеген партиялар енді осы сайлауда бере қояды деп мен сенбеймін. Оның үстіне бұрынғыдай емес, азайып қалды әзір. 29-да бір мандатты болғаннан кейін қалғанына өздері өліп өшіп таласып жатыр. Мен осыны айтайын деп түн жамылып шығып отырмын. Енді өз басыма келсем, маған жігіттер звондап телефон çalып жатыр, әр жерден çalып жатыр, түсіңіз деген. Жаңа қайталап айттым, партиялық жүйеден түспеймін. Егер бүгін ертең партиямызда тіркеуге береміз, өтпей жатса, сіздермен ақылдасып тағы ойласамыз. Мүмкін жаңағы бір мандатты жүйе бойынша мажоритарлық жүйеден өзін-өзі ұсыну жолымен түсіп қалу мүмкін. Мүмкін түспейтін де шығармын. Жалпы маған ашығын айтайын, депутат болу, мәжілістің депутаты болу соншалықты маған бір арман емес. Мен соншалықты бір қызығып та отырған жоқпын. Өйткені ол жерге барып Қазыбек Иса менен Еділ Жаңбыршин немесе Айдостарымен Ерлан Сайыр құсап сөйлеп қайтқым келмейді. Мен барсам жұмыс істегім келеді, заңдарға өзгерістер енгізгім келеді. Басқа заң болмаса да осы ұл көшке қатысты заңдардың біразына өзгерістер енгізгім келеді. Толықтырулар енгізгім келеді. Оның тетіктерін қай жеріне шейін білем мен. Сондықтан сол үшін ғана баратын едім, барсам осы қандастар үшін. Әйтпесе соған мен соншалықты бір қызығып отырған жоқпын. Бірақ керек десеңіздер, о жағын өздеріңіз ақылдасып көретін шығарсыздар. Бірақ уақыт аз қалып бара жатыр, құрметті ағайындар. Маған қарамай, басқа азаматтардың ынтасы болса түсе беріңіздер. Менің айтайын дегенім осы. Құрметпен Ауыт Мұқибек,